Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды штаб мүшелерімен бірге Арыс қаласына келіп, аса қауіпті үйірлі шегірткенің мароkkалық түрмен күрес жұмыстарының барысымен танысты. Өңделген аймақтарды аралап, мамандармен биологиялық тиімділікті бақылаған әкім жауапты мердігерлер мен Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі агроөнеркәсіптік кешеніндегі мемлекеттік инспекция комитетінің және Түркістан облыстық аумақтық инспекциясының басшылығымен кездесті. Облыс әкімі бірер күн бұрын басталған химиялық өңдеу жұмыстары бойынша жауаптылардың жұмысын сынға алды. Қазіргі ахуалға алаңдаған аймақ басшысы жауаптыларға қосымша талап қойды. Оларға жауапкершілігін арттыруды ескертті. Пестицидтерді сатып алу және оларды сақтау, тасымалдау және қолдану қызметтері сынды үйірлі шегірткелерден қорғау іс-шараларын ұйымдастыру республикалық бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Еліміз бойынша шегірткемен күрес жұмыстарына Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі агроөнеркәсіп кешеніндегі мемлекеттік инспекция комитеті жауапты. Анықтау жолдары бұл шегіртке зиянкестеріне 4 әдіспен зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Көктем көбіршелер, жерде жатқан көбіршелер қазылады. Қазылып, қалай қыстап шыққан жағдай көрінеді. Қаншасы зақымдалды, зақымдалмады ма, аурумен шалдықты ма. Одан кейін осы сәуір айында жер бетіне шыға бастаған кезде осы дернәсілдерінде көктемгі мониторинг зерттеу жұмыстары жүргізіле бастайды. Ол жаңағы өзінің жоспары бар, әр ауданның округтарынан бөлініп қойған жоспарлары бар. Соған мамандар жұмылдырылады. Біз қазір мынау Түркістан облысында, осы Арыс ауданында, жалпы Түркістан облысына тек қана осы облыстық аудандық мамандар емес, қазір жәрдемге Қызылорда облысынан, Жамбыл облысынан, Алматы облысынан мамандарды жұмылдырып отырмыз жәрдемге. Мынау шегірткенің биыл көбейіп кетуінің себебі неде? Көбейіп кету себебі жаңағы шегірткенің даму циклі сол 7-8 жылда көтеріліп тұрады. Толқын сияқты дамиды. Сол биылғы жылға сол көтеріліп пик деп айтамыз, сол пик процесіне келіп жатыр. Даму табиғи. Бірақ оны ары қарай тарап кетпеу үшін оны осындай зерттеу жұмыстары жүреді, одан кейін химиялық өңдеу жұмыстары атқарылады. Соны ол жоспар бойынша ол жұмыстар басталып кетті. Облыс көлемінде осындай жұмыстар жүріп жатыр. Негізі республика бойынша бірінші Түркістан облысында басталады осы жұмыс. Себебі біз оңтүстік қой. Оңтүстікте бірінші шығады. Күн жылы ғой. Күн жылы. Еліміз бойынша демек біздің Марокко шегірткесі біздің Түркістан мен Жамбыл облысында бар. Басқа облыстарда жоқ ол. Басқа облыстарда итальян шегірткесі дейді, сосын азиат шегірткесі бар. Осы үш түрлі шегіртке аса қауіпті зиянкес болып саналады. Оған жаңағы бұлардың несіне республика бюджеттен қаражат бөлінеді. Басты зиянкестердің қаупі неде? Қаупі қатты зиян деп айтатын. Аса қауіпті зиянкес деп аталатын сөзі бұл үйірлі шегіртке болып саналады. Көп болғаннан кейін бұл жаңағы неған жердің бәрін жайпап, жеп, жердің шаңын шығарып кетеді. Облыс әкімі болжамшылардың мәліметімен өткен жылмен салыстырғанда биылғы таралу аймағының бірнеше есе ұлғайып 270 мың гектардан асқанын айтты. Тиісінше шығын да өскен. Аймақ басшысы келер жылы оның көлемін 3 есе азайту бойынша жұмыс жүргізу керектігін ескертті. Өңірде қолайлы фитосанитариялық ахуалды қамтамасыз ету мақсатында химиялық өңдеу жұмыстарын 25 күнде аяқтау жоспарланған. Облыс әкімі бұл жұмыстарды ширатып, 10 күнде аяқтауды міндеттеді. Бізде келісім шарт бойынша не бар ма? Бұлардың жауапкершілігі бар ма? Егер де қазір бермей қалса, немесе техника жетпей қалса, бірақ бағана сіздердің тендерлеріңіз бойынша, Ауыл шаруашылығы министрлігінің тендер бойынша 271 мың аймақты қамтамасыз ету керек. Олар өздерінің міндеттемесін алды, осыны жасаймыз 271 мыңға. Ал енді ертеңгі 20 күннен асып кетеді. Бұлар қанат жайып ұшып кетеді. Кім жауапты болады екен? Бағана шаруалардың несін кім өтеп береді шығындарын? Мердігер ме, или сіздер ме? Соның доғырға қосынсыздар ма? 85% өлтіріп береді деп көрсетіледі. Егер де бағанағыдай өлтіре алмай қалып, созылып кететін болса, онда біз сіздерге бірдеңе жасаймыз. Бағана шаруалардың шығындарын сіздің ойларыңызға қалаймыз. Комитетпен бірге. Түсінесіздер ме? Біз жүрген объект. Өйткені біз сіздерге ондай талап қоймасақ, сіздер босаңыздар, ертеңгі жұмыс істемей қойсақ. Қазір 271 мыңға біз сіздер осылармен жылда алып жатқан, мысалы жылда осы компаниялар. Егер де сіздер дұрыс жұмыс жасайтын болсаңыздар, ол 71 мыңнан 271 мыңға өспеу керек еді.
Республикалық фитоцентрлі диагностика және болжамдар әдісі орталығы республикалық мемлекеттік мекемесі Түркістан облыстық филиалына белгіленген аумақтарда анықтау зерттеу жұмыстарын уақытылы жүргізіп, күнделікті экономикалық зиянды шегінен асқан аумақтардың зерттеу актілерін ұсыну міндеті жүктелді. Химиялық өңдеу жүргізуге жауапты мердігер компанияларға өңдеу жұмыстарына қосымша техникалар мен ұшақтар тарту және бұдан әрі тиаметрин препаратын қолдану, одан бір реттік шашу нормасын барынша ұлғайту жөнінде тапсырма берілді. Түркістан облысы Марокко шегірткесі көп таралған өңір болып табылады. Атап айтқанда негізгі ошақтары Арыс, Сарағаш, Келес аудандары болып табылса, соңғы жылдары Бәйдібек, Ордабасы, Қазғұрт, Төле Би, Сауран, Шардара және Отырар аудандарында да кездесуде. Күрес жұмыстары жерүсті желдеткіш, бүріккіш техникалары мен әуемен, аспалы бүріккішпен және ұшқышсыз ұшу аппаратымен өңделеді. Фитосанитариялық шаралардың жүргізілуіне облыстық аумақтық инспекция тарапынан 20-дан астам жұмыс орны, 40 инспектор, өзге облыстардан болжам орталығынан 100-ге жуық маман және аудан қала әкімдіктерінен қосымша 245 анықтаушы қатысуда. Аса қауіпті Марокко шегірткесіне қарсы күрес жұмыстары ауа райы ерекшеліктеріне қарай аудандарда жаппай сәуір айының 16 күнінен басталды. Бүгінгі күнге облыс бойынша 15 000 гектар Марокко шегірткесінің ошақтары химиялық жолмен өңделіп отыр. Жұмайым Абызбай, Бағдат Қайратұлы, Арт ТВ жаңалықтары.